Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Оқу мақсаты. Мәтін тақырыбын өздерің анықтайсыңдар. Мұғалімнің көмегімен негізгі ойды табасыңдар. Берілген сөздерден зат есімді табасыңдар. Сын есімнен, етістіктен туынды зат есім жасайсыңдар. Бірінші тапсырма, мәтін мен жұмысты жүргізейік. Мәтінді тыңдаңдар. Көктем кезі. Шоқан ауылына жер картасын жасайтын Сотников деген кісі келді. Шоқан да сол кісімен бірге даланы жиі аралады. Сотников салған суреттерге еліктеп, тауды, көлді бейнеледі. Bir күн оған мысықтың балшықтан жасаған күймесін көрсетті. «Мынаны кім жасаған?» деп сұрады Сотников. «Менің жолдасым мысық. Ол қайда?» «Ауылда». «Оқыған ба?» «Жоқ, оқымаған. Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу қажет. Сенің қалаға барып, оқығаның жөн. Оқып білімді болған соң, мысық сияқтыларды үйретесің», деді Сотников. Шоқан алыс қырға қарап ойланып тұрып қалды. Сапарғали Бегалиннен. Балалар, мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырыптың қысқаша атауын таңдаңдар. Тақырыптар: бала Шоқан, Сотниковтың ақыл кеңесі, өнерпаз бала, Шоқанның арманы. Өздеріңді тексеріңдер. Екінші тапсырма, мәтін бойынша тест. Мәтінде кім немесе не туралы айтылған? А. Өнерпаз бала мысық туралы. Ә. Мектеп ашу үшін Шоқанның қалаға барып оқуының қажеттігі туралы. В. Бала Шоқанның білімді болуды армандауы туралы. Өздеріңді тексеріңдер. Тамаша. Жазылым. Үшінші тапсырмада мәтіндегі Сотниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесін ретімен жаз. Бұл өнерпаз бала, оған білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу қажет. Сенің қалаға барып, оқығаның жөн. Оқып білімді болған соң, мысық сияқтыларды үйретесің. Ойланып, Сотниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесін ретімен жазыңдар. Ал енді өздеріңді тексеріңдер. Мәтіндегі Сотниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесі ретімен жазылды ма? Сенің қалаға барып оқығаның жөн. Білім беру үшін мектеп ашу қажет. Бұл өнерпаз бала, оған білім керек. Оқып білімді болған соң, мысық сияқтыларды үйретесің. Өте жақсы жаздыңдар. Дұрыс. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, ойлан, ізден тапсырмасын орындаңдар. Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Сөйлемдерінен зат есімдерді тауып, үш жақта жекеше, көпше түрде тәуелдеп жазыңдар. Ал балалар, өздеріңді тексеріңдер. Берілген сөйлемдегі зат есімдер бала және білім сөздері болды. Бірінші жақ менің балам, сенің балаң, екінші жақта, үшінші жақ оның баласы. Көпше түрі біздің баламыз, сендердің балаларың, олардың балалары. Ал білім сөзі бірінші жақ менің білімім, екінші жақ сенің білімің, үшінші жақ оның білімі.
көпше түрде: біздің біліміміз, сендердің білімдерің, олардың білімдері. Өте жақсы жаздыңдар, жарайсыңдар. Өздік жұмысын орындаңдар. Берілген сөздерді оқы. Қай сөз табына жататын сөздер? Қай сөз табына жататын сөздер? Осы сөздерден зат есім жасап жаз. Оларға сұрақ қой. Тексерейік. Адалдық, ұзындық, жаңалық, сұлулық, тазалық, биіктік. Берілген сөздерге жұрнақ жалғау арқылы біз зат есім жасадық. Сұрақ қояйық. Дұрыс, не деген сұрақ қойылады? Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта мәтін тақырыбын өздерің анықтадыңдар. Мұғалімнің көмегімен негізгі ойды таптыңдар. Берілген сөздерден зат есімді таптыңдар. Сын есімнен, етістіктен туынды зат есім жасадыңдар. Ал енді үйде орындайтын оқу тапсырмасы. Оқулықтың 39-шы бетіндегі екінші тапсырма. Мәтін бөліктерінің атауын толықтырып, құрған жоспар бойынша мәтін мазмұнын айтуға дайындалыңдар. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар.